Наполеон Хилл. Байлыққа бастар жол ойдан басталады. Алғы сөз. Ақыл қабылдап иланса, адамның қолы жетпес арман болмайды. Табыс формуласын осындай бір сөйлемге сыйғызуға болады. Bir қарағанда ол тым қарапайым, екінің бірі жүзеге асыра алатын сияқты. Алайда ол адамнан ерік жігерді талап етеді. Сондықтан мыңнан біреудің ғана қолынан келеді. Оның өзі толықтай үдесінен шығады деу екіталай. Табыс философиясы осы формулаға сүйенеді. Сол арқылы адамның тілегі мен қалауы көзге көрінетін затқа айналады. Ойдың физикалық пішінге енгенін көре аласыз. Осы жалғыз қағиданы ұстанған әлемнің ең бай әрі табысты тұлғалары жетістікке жетіп, әл-ауқатын арттыра алады. Наполеон Хилл табысты болу ғылымы бағдарламасы да осы қағидаға сүйенеді. Бұл бағдарлама ұлы дағдарыстан шығуға көмектесті. Миллионерлер мен мәдени қайраткерлердің ақыл-ой көшбасшыларының қалыптасуына ықпал еткен үлкен қозғаушы күшке айналды. Хилл 1883 жылы ақштың Вирджиния штатында Уайз округінде Паунд өзенінің жағасында лашықта дүниеге келді. 13 жасында шағын қаладағы газетке тілші болып орналасып, тау-кен жайлы жаза бастады. 1908 жылы ақшта танымал журналда істеп жүрген жас маманды болат өндіретін магнат Эндрю Карнегиден сұхбат алуға жіберді. Сұхбат кезінде Карнеги миллиондаған доллар табуға көмектесетін құпияның шетін шығарды. Адам ақылмен жетуге болатын сиқырлы заңдылық бар екенін ашады. Көпшілік біле бермейтін психологиялық әдісті қолданған кез келген жан таңқаларлық табысқа жетеді екен. Сиқырлы формуланы түсіну елдің бәрінің қолынан келе бермейтінін, көп адамның уақыты немесе ресурсы жетпейтінін ескерген Карнеги Хиллге сол құпияны ашуды тапсырды. Әр адамның табысқа жету формуласын анықтауға 20 жылдан астам өмірін сарп етуі қажет екенін ескертеді. Зерттеу жұмысы үшін Хиллге ешкім ақы төлемейді, бірақ Карнеги оны Американың ең танымал кәсіпкерлерімен таныстырып, табыс формуласы жайлы қағидасын соларға сынап көрді. 1937 жылы Наполеон Хилл «Байлыққа бастар жол» кітабын жариялады. 30 жылға жуық зерттеу жұмысының нәтижесін қамтыған еңбекте табысты болу ғылымының негізгі 13 принципі баяндалды. Кітап шыққаннан бері бүкіл әлемде жүздеген миллион данамен сатылды. Жеке тұлғаның дамуы жайлы баяндайтын ешбір шығарма Наполеон Хиллдің «Байлыққа бастар жол» кітабы сияқты ықпалға ие болған емес. Бұл кітап Хиллдің 1937 жылы жарық көрген «Ойланда байы» атты түпнұсқа еңбегінің симпозисі. Мұнда кітапта жан-жақты баяндалған принциптер, нұсқаулықтар мен мысалдардың ең негізгі қажеттісі ғана қамтылған. Сондықтан уақыты тығыз, жұмыс басты, заманауи адам Хиллдің баяндаған даналық дәнегінің өзегінен нәр алады. Даналық қағидасын толық сіңіру үшін күніне бір тараудан артық оқымаңыз. Тарауда айтылған ой мен идеяны қорыту үшін уақыт пен кеңістік керек. Әр пікірді өз ақылыңызға салып саралап, әбден сіңіріңіз. Кітапта айтылған идеяларды тезірек жүзеге асыру үшін пікірлес жандар тапқан абзал. Кітап немесе оқырмандар клубын құрыңыз, бір-біріңізге шабыт беріп, табысқа жету жолын қарастырады. Қай әдісті қолдансаңыз да, кітапта баяндалған әдістерді өмірде пайдалана бастағанда жеке тұлға ретінде өсіп, арманыңызға күн санап жақындап келе жатқаныңызды байқайсыз. Кіріспе ой зат. Бұл кітап ақыл ойыңызды бір арнаға бағыттап, арманыңыз бен қалауыңызға жетуіңізді көздейді. Қазіргі қаржылық жағдайыңыз, араласып жүрген ортаңыз бен карьерадағы жетістігіңізді басқа сатыға көтеруге көмектеседі. Тиімділігі тәжірибе жүзінде дәлелденген 13 принципті, 13 қадамды қолдану арқылы жетістікке жеткізетін құралға ие боласыз. Адам баласы бағындырмайтын белес жоқ.
ешқашан өзіңізді шектемеңіз. Соның бәрі ең қарапайым нәрсе ойдан басталады. Шынымен де ойдың өзі зат, жай зат емес. Бай болсам және басқа да материалдық игіліктерді көздегенде ұмытылмас жолында мақсат пен табандылық қосылғанда ешкім қарсы тұра алмайтын қуатты күш. Сөзіміздің растығына Эдвин Барнстың басынан өткен жағдайды дәлел бола алады. Адам ойынан өткен қуатты қару жоғына көз жеткізесіз. Өмірлік мақсатын ең алдымен ойында пісірген Барнс кейін танымал әрі дәулетті тұлғаға айналады. Барнс ойдың күшімен баюдың мүмкін екеніне көз жеткізді. Әлбетте бұл тұжырым бір күннің ішінде қалыптасқан жоқ. Әу баста ұлы өнертапқыш Томас Эдисонға серіктес болсам деп армандады. Сол арманы күнде мазалап тыным бермеді. Барнстың бұл ойы арасында бір қиялдап қоя салатын арман емес, нақты жоспар еді. Ол Эдисонға қызмет етсем деп емес, Эдисонмен бірге жұмыс істесем деп армандады. Бір күні ол Эдисон мырзаның шеберханасына барып, онымен серіктес болу ниеті екенін жеткізеді. Әйгілі өнертапқыш оны түріне қарап бағаласа, ешқашан жұмысқа алмас еді. Бірақ іштегі жалын ойы көзінен көрініп тұрды. Сондықтан Эдисонның командасына қосылды. Уақыт өтіп жатты. Барнс мақсатына бір мысқал да жақындамады, алайда ол айнымады. Ақыл ойында маңызды өзгерістер болып жатты. Қайткен күнде де Эдисонның бизнес серіктесі болам деген тілегі күшейе түсті. Сіз әлбетте өзгеріске дайын болғанда, ол сырт келбетіңізден көрініп тұрады, деп психологтар бекер айтпайды. Барнс Эдисонмен бизнес серіктес болуға іштей дайын болды. Дұрысы, сол сәт туғанда дайындығына сай болуына күш салды. Күндердің бір күні оның арманы шындыққа айналды. Эдисон мен Барнс 30 жылдан астам уақыт бойы серіктес болды. Барнс дәулетті жандардың қатарына қосылды. Одан да маңыздысы адамның ойы оның баюына ықпал ететінін дәлелдеді. Барнстың бастапқы қалауы қаржыға шаққанда қанша табыс әкелетінін білмейміз. Бәлкім 2 не 3 миллион доллар тапқан болар. Сомасы қанша болса да маңызды емес, ойдың арқасында материалдық құндылыққа жетуге болады деген қағида маңызды. Табысқа жету үшін бір ойға нық беку жеткілікті. Кітапта табыс әкелетін ой мен идеяның ең озығы тәжірибе жүзінде іске асқанын жинақтап, танымал тұлғалардың принциптері деп бердік. Осы принциптермен таныспас бұрын мынаны біліп алыңыз. Байлық шөл далаға кенет жауған жаңбыр сияқты құйылғанда, сонша жыл зарықтырып, қайда болды екен деп таңданасыз. Расында бұл таңғаларлық мәлімдеме екенін білемін. Өйткені біз үнемі ауыр еңбектен көз ашпай, күн ұзақ жұмыс істегенде ғана байлыққа кенеледі дегенді естіп өстік. Байлық ойдан басталады. Ойдың өзі байлыққа жеткізетін құрал екеніне көзіңіз жеткенде, баю үшін таңнан кешке дейін бел жазбай еңбектену міндетті еместігін, нақты мақсатпен саналы ақылға сүйену қажеттігін түсінесіз. Байлық шақыратындай етіп ойлану сатысына жетудің өз әдісі бар. Мен соны анықтау үшін 25 жыл өмірімді сарп еттім. 20 мыңнан астам адаммен сұхбаттастым. Осылайша дәулетті жандардың табыс құпиясын ашуға тырыстым. Мұқият көңіл бөліңіз. Сіз кітапта айтылған философиялық принциптерді меңгеріп, оны өмірде қолдана бастағанда, қаржылық жағдайыңыз жақсарып, қолыңызға тиген істің бәрі жанданып, пайда әкеле бастайды. Мүмкін емес дейсіз бе? Байқап көріңіз. Адамзаттың ең осал тұсы екінің бірі қайталайтын мүмкін емес деген сөз. Біз жүзеге аспаған ережелерді білмейміз. Зор ынтамен басталып, аяқсыз қалған жұмыстарды да ұмытпаймыз.
Бұл кітап басқалардың табысқа жеткізген ережелерді білгісі келетін және сол ережелерді өзі де мүлтіксіз орындауға ниетті жандарға арналады. Табысты болуға саналы түрде ұмтылған жандар міндетті түрде табысқа жетеді. Тағдырына немқұрайлы қарап, өзінің жолы болмайтын жанға балаған адамдар әркез сорлап жүреді. Бұл кітаптың мақсаты сәтсіздік менің серігім деген қағидаға байланған жандардың түбінде табысқа жетем дейтін адамға айналдыру. Табыс соған сенетін адамдарға ғана келеді. Көп адамға тән тағы бір кемшілік барлық нәрсені және басқаларды өз өлшеміне салып қарау. Өз сенімі мен әсеріне қарап қана бағалау. Осы кітапты оқыған кей жандар ойлану арқылы баюды еш мүмкін емес деп ойлайды. Барлық байлық туралы ойлаудың өзі күнә сияқты, өйткені олардың ойлау дағдысы кедейлік, мұқтаждық, әркез сәтсіздікке ұшырау, кез келген өмірлік күресте жеңілу төңірегінде қалыптасқан. Уильям Эрнст Хенли «Тағдырыма өзім қожа, жаныма өзім капитанмын» деген сәуегейлі өлең жолын жазғанда әр адам өз тағдырын өзі билейтінін меңзейді. Себебі өз ойымызды қажет арнаға бұра аламыз. Ғаламда бір беймәлім күш бар. Ол біздің ойымызға бейімделеді. Ойымыз арқылы сол күшті өзімізге тартып, оны физикалық затқа айналдыра аламыз. Бұл күшке сіздің қандай ой ойлағаныңыз бәрібір. Таршылық көріп өтемін деп, кедейлік шақырсаңыз да, шалқыған бай боламын деп, жақсылықтан үміт етсеңіз де орындай береді. Көкейдегі ойыңыз күндердің бір күні шындыққа айналғанын көріп таңғаласыз. Адамға жиі келетін ой миды жадылап магнитке айналады да, өзіміз білмейтін құпия күштер сол магнитке тартылады. Мида үстемдік еткен ойлардың құпия күші адамдар мен өмірімізде болатын жағдайларды да тартады. Ақыл тегіл байлыққа кенелмес бұрын ақыл ойыңызды жадылап, бай болуға деген ниетіңізді күшейту қажет. Алдымен қажыны саналы түрде басқаруды үйреніп алыңыз. Сөйтіп, байысам деген ниетіңіз оған жететін жолдарды көрсетіп, нақты жоспар құрасыз. Эдвин Барнс Нью-Джерси штатының Оранж қаласынан келген, тауар таситын пойыздан түскенде сырт келбеті қаңғыбасқа ұқсаған шығар, алайда ойша өзін корольге тең көреді. Вокзалдан шығып, Эдисонның кеңсесіне беттегенде ақыл ойы тоқтаусыз жұмыс істеп жатты. Ол өзін Эдисонның қасында тұрмын деп елестетті. Ойынан бір сәтте шықпаған ең тәтті арманы әйгілі өнертапқыштың серіктесіне айналсам деген жоспарын алдымен ойында дамытып пісіріп алды. Қалауыңыз күшті болғанда асқақ арманыңыз шындыққа айналады. Барнс жайын үміттеніп қойған жоқ, жан-тәнімен солай болғанын қалады. Оның ойы ниет те тілек те емес еді. Ойындағы қанын қыздырып, жаным бір сәтте тыным бермеген қалауы болатын. Оның қалауы айдан анық болды. Эдисонға жеткенде пайда болған ішкі ниет емес, толығымен жеткен нақты қалау еді. Талай жыл соны арман етті, түбінде солай болады деп сенді. Бәлкім бастапқыда осы ойы басына келгенде әншейін тілек болатын шығар, ал Эдисонның алдына келгенде тілек емес еді. Бірнеше жылдан соң Барнс өнертапқышпен алғаш кездескен кабинетте Эдисонның алдында тұрды. Бұл кезде оның тілегі шындыққа айналған болатын. Ол Эдисонның бизнес серіктесі еді. Өмір бойы маза бермей алға жетелеген арманы шындыққа айналды. Барнсты көрген адамдар аяқ асты жолы бола қалды деп қызғанышпен қарайтын. Олар Барнстың тасы өрге домалаған кезде көрді. Алайда табысқа жеткенге дейінгі өмірін күресін білмейтін. Барнс табысқа қалай жетті?
Оның мақсаты айқын болды. Бар күш-жігерін, энергиясын осы мақсатқа жетуге жұмсады. Түбі солай боларына құлай сенді. Әлбетте, Нью-Джерсиден келе сала Эдисон оны өзіне серіктес етіп алған жоқ. Басында екінің бірі келіспейтін ең лас қара жұмысты істеді. Дегенмен күн сайын мақсатына бір қадам болсын жақындау үшін еңбектенеді. Адам шын ниетімен қаласа, бәріне жететінін осыдан көреміз. Барнстың басқа да арманы болатын шығар, бірақ ең алдымен Эдисон мырзаның серіктесі болуды мақсат тұтты. Сол мақсатына жету үшін жоспар құрды. Бұрынғы өмірімен түбегейлі қош айтысып, артына қарайлайтындай ештеңе қалдырмады. Қалауы өмірінің мәніне айналды. Ақыр аяғында ол нақты іске ұласты. Тұжырым. Барлық нәрсе ойдан бастау алады. Ойыңыз оң болсын, не теріс болсын, орындалады. Байлыққа жету үшін алдымен ойлау керек. Сосын нақты мақсат қажет. Ақша тапқаннан бұрын оны бақылауды үйрену маңыздырақ. Тағдырды талқан ететін ойлар да жетістікке жеткізетін де орындалады. Сондықтан ойыңызға сақ болыңыз. Бірінші тарау – қалау. Қалау байлыққа жеткізер бірінші қадам. Баяғыда бір қаһарман қолбасшы майдан таласында жеңіске жету үшін шешім қабылдауы тиіс болыпты. Бұлардың қарсыластары саны жағынан өздерінен басым еді. Қолбасшы жауы тұратын өлкеге кемемен жүзіп келеді. Сарбаздарын қайыққа отырғызып, қару-жарағын тиеген соң өздері келген кемені өртеуге бұйрық береді. Жауынгерлерін ұрыс алаңына жіберер алдында ол былай дейді: кеменің отқа оранғанын көрдіңдер ғой. Жеңіске жетпесек, бұл жерден тірі кете алмаймыз. Басқа таңдау жоқ. Не жеңеміз, не өлеміз. Нәтижесінде оның әскерлері жеңіске жетеді. Кез келген іске кіріскен адам осылай артта қалған кемесін өртеп жіберуі тиіс. Кері қайтатын жолын жауып тастауы керек. Сол кезде ғана табысқа жету ауадай қажет, қалайда жетуге тиіспін деген сұмдық қалау пайда болады. Ол әркез алға жетелеп отырады. Құр қалау ақша келмейді. Ақшаның қадірін түсінетін жасқа жеткен әр адам қалтасынан ақша үзілмегенін қалайды. Алайда құр қалау ақша келмейді, байлыққа кенелтпейді. Қалауыңыз күн-түні маса бермей, жаныңызды оттай өртеп, жүрегіңізді қыздырғанда байлыққа жету жолын ойластырып, жоспар құрасыз. Ол жоспарда сәтсіздікке ұшырауы мүмкін-ау, жолым болмайтын шығар деген қауіп болмасын. Сол кезде ғана қайтпас қайсарлығыңыз түбінде байлыққа жеткізеді. Қаржыны саналы түрде басқаратындар ғана мол байлыққа кенеледі. Қаржыны саналы түрде басқару деген ұғым адамның ақыл ойы ақшалы болуды қалайтыны сондай, ол сол байлыққа ие болатындай сенімде жүреді дегенді білдіреді. Мұндай деңгейге жету үшін бел жазбай еңбек етіңіз демейміз. Әлденені құрбан етудің де қажеті жоқ. Адамдарға күлкі болатындай ұятты әрекеттер жасап, жеңілтек болудың да керегі жоқ. Жарты ғұмырыңызды сарп етіп, білім ізде деп те үгіттемейміз. Табысты болудың нақты 6 қадамын көрсетеміз. Осы 6 қадам ақшалы болу тағдырдың сыйы немесе кездейсоқ сәттілік емес, жоспарлы іс-қимыл екенін дәлелдейді. Дәулетті тұлғалар табысқа жетпей тұрып армандаған, үміттенген, тілеген, қалаған және жоспарлаған. Солай түбінде қалауына жеткен. Бай болсам деген қалауыңыз материалдық құндылыққа айналуы үшін 6 нақты қадамды орындауыңыз қажет. Есіңізде болсын, бұл формула кез келген байлық түріне қатысты. Қарым-қатынас, кәсіби, интеллектуалды, қаржылық немесе басқа түрлерін бірдей қолдана бересіз. Бірінші, иелік еткіңіз келетін ақша сомасын анықтап алыңыз. Маған көп ақша керек деп ойлану жеткіліксіз. Дәл сомасын нақты есептеңіз.
нақтылаудың маңызы туралы психологиялық түсініктеме бар, оны келесі тарауда оқи аласыз. Екінші, қалаған ақшаңызға иелік ету үшін өтеміне не бергіңіз келеді? Кез келген нәрсенің өтемі болуы тиіс. Үшінші, сол сомаға осынша уақытта қол жеткіземін деп нақты күнін белгілеңіз. Төртінші, қалауыңызға жету үшін нақты жоспар құрыңыз. Қазір дайын емеспін деп оңтайлы сәтті күтіп отырмай, жоспарды жүзеге асыруға қазірден кірісіп кетіңіз. Бесінші, иелік еткіңіз келетін ақша мөлшері, оған қажет уақыт, ақшаны алу үшін жасалатын өтем мен жоспарыңызды қойын дәптеріңізге егжей-тегжейлі жазып қойыңыз. Алтыншы, жазбаңызды күніне 2 рет оқыңыз. Түнде ұйқыға жатарда және таңертең ұйқыдан тұрғанда дауыстап оқу керек. Оқып тұрып, сол ақша қолымда бар деп сезіп, соған шын сеніңіз. Осы 6 қадамда айтылған нұсқаулықты орындау өте маңызды. Әсіресе 6 параграфта айтылған нұсқаулықты ұмытпай есте сақтап ұстаңыз. Кей адамдар көзбен көріп, қолмен ұстамаған ақшаға иелік еткенді елестете алмаймын деп шағымданады. Бұл ретте сізге сол соманы жан тәніңізбен қалау көмекке келеді. Жүрегіңізге тыным бермеген сол қалау ішіңізді күйдіріп, күндіз-түні маза бермеген соң, күндердің бір күні ондай байлыққа ие болатыныңызға амалсыз сенесіз. Басты мақсат ақшаны қалау. Немесе өзіңіз негізгі мақсатым деп санаған нәрсені қалау. Ынта-шынтаңызбен соны ойлай бергендіктен ол нәрсе менде бар деп иланасыз. Байлықты елестете алмаған адамның банктегі есепшоты да бос болады. Мол байлыққа кенелсем деп армандаған әр адам алдымен оны елестете алуы керек. Әйтпесе банктегі есепшоты қаңыраған қалпы қалады. Біздің заманда армандай білген адамға төзім мен кез келген жаңалықты қабылдай алатын сергек сана керек. Жаңа идеядан қорқатын адам ешқашан жетістікке жетпейді. Тыңнан түрен салған пионерлік үшін қазіргі заман ең ыңғайлы уақыт. Әрине қазір бізге жабайы батысты жаулап түзу жолға салу қажет емес, бірақ телегей теңіз бизнес әлемі бар, қаржы мен өндіріс, кейбір кеңістік әлемі әлі бос жатыр. Соны зерттеу, олқы тұсын табу, жаңа арнаға салу сияқты міндеттер бар. Жаңа әлемнің арманшылы ұйқыдан оянып, жаңа жағыңызды барлайтын сәт келді. Сіздің жұлдызды сәтіңіз туды. Әлемдегі эмоциялық дағдарыс жаңалық пен жаңа ұлы істерге мүмкіндік береді. Дағдарыстан шыңдалып шыққан жандар сабырлы, төзімді, ештеңеден қорықпайтын, бәрін қабылдауға дайын. Әлем мүмкіндікке толы. Бұрынғы заман қиялшылдардың түсіне де кірмеген ғажап ұсыныстар бар. Бай болсам деген үмітті әлдилеп жарыс жолына түскен өзгермелі әлем жаңа идеялары әр нәрсені жаңаша істеуді талап ететінін, жаңа көшбасшылар мен өнертапқыштарды, білім берудің жаңа әдісін, маркетингте жаңа тәсілдерді, жаңа кітаптар мен әдебиетті, радио мен теледидарда жаңа қызметтерді талап ететінін білуіміз тиіс. Жаңа әрі жақсы дүниені аңсаған адамның бойынан мынандай 3 түрлі қасиет табылсын. Бірінші, нақты мақсат қоя алу. Екінші, нені қалайтыныңызды анық білу. Үшінші, соған жетпей қоймаймын деген қайсарлық. Экономикалық дағдарыста бір дәуір келмеске кетіп, орнына жаңасы пайда болады. Осы жаңа дәуір қолынан ісі келетін, арманын жүзеге асыра алатын практик қиялшылдарды талап етеді. Практик арманшылдар өркениеттің жаңа үлесін жасап келген, әлі де солай бола бермек. Арманшыл жанды қозғайтын іштегі от, арманыма қалайда жетем деген ұмтылыс. Немқұрайлы, жалқау, амбициясы жоқ адам армандай да алмайды. Жаныңызға шоқ беретін, оттай лаулаған қалауға қалай жетуге болады және оны қалай орындай аласыз? Бұл сұраққа осы кітаптың келесі тарауларында жауап береміз. Қазіргідей дүрбелең
кезеңде осы мәселе екінің бірін алаңдатады. Экономикалық хаоста адасып қалғандар, жиған тергендерінен айырылғандар, жұмыссыз қалғандар, бұрынғы жоспары жүзеге аспай жаңа бағытқа бет бұрғандар, тағы да басқа қаржылай күйзеліске түскендер осы еңбекті оқып сабақ алса деймін. Мақсаты мен таңдауы қандай болса да, өзі таңдаған салада жетістікке жету үшін олардың бәрін қозғаушы күш, ұмтылыс пен қалау болуы тиіс. Жетістіктің бәрі нақты нәрсені жан тәніңмен қалаудан басталады. Біз ешқашан сырын аша алмайтын ақыл-ой химиясы принципіне сүйенген табиғат қатты қалаудың ішіне бір нәрсені жасырып қойған. Ол нәрсе мүмкін емес, орындалмайды деген сөзді мойындамайды, сәтсіздікке ұшыраудың не екенін білмейді. Әлденені қалау мен оны алуға дайын болудың арасында айырмашылық бар. Жетістікке жеткеніне сенбейтін адам оңтайлы сәт туғанда дайын болмай қалады. Ақылыңыз әрдайым үміт пен тілекке емес, сенімге байлансын. Сену үшін жаңалық пен өзгеріске ашық болыңыз. Жаңалықтан қорқатын адам сенімде, батылдық та болмайды. Ештеңеден шабыт алмайды. Есіңізде болсын, дәулетті болсам, табысқа жетсем деген жолда жұмсайтын күш-жігеріңіз жоқшылыққа көндіккен адамның қарын тойдыруы үшін жұмсайтын күш-жігерінен артық емес. Тұжырым: табысқа жету үшін нақты мақсат керек. Үлкен мақсатыңызды нақтылап алған соң қысқа әрі түсінікті етіп жазып қойыңыз. Дәлдікті қатаң сақтаңыз. Ақша туралы жазсаңыз нақты сомасын көрсетіңіз. Жоспарыңызда мақсатқа жетуге тиісті нақты күнді белгілеңіз. Жазбаны күніне 2 рет дауыстап оқыңыз. Оны оқыған соң қалауыма жеттім деп елестетіп, соған сеніп сезініңіз. Қиялында өзін баймын деп елестете алмаған адамның банктегі есеп шотында ақша жиналмайды. Әлем тарихында практик арманшылдар үшін дәл қазіргідей мүмкіндік болған емес. Біз өмір сүріп жатқан кезең жаңа идеялар, өнертабыстар, әр нәрсені жаңаша істеуді талап етеді. Оның бәрі мүмкіндік. Осындай сәт сайын пайда болып жатқан мүмкіндіктен үлес алу үшін нақты мақсатыңыз болсын. Нені қалайтыныңызды анық біліңіз, және сол қалауыңыз жанға тыным бермей алға жетелесін. Жанға тыным бермейтін қалау сізді алға жетелейтін қорғаушы күш.